Қытай неге бұл шөпті Қазақстаннан әкетіп жатыр? Бұл қандай шөп десеңіз, біздің қазақ еліне Алланың берген қасиетті шөбі сұңғыла, систанхия. Әлемдегі ең халқы көп қандай ел? Әрине Қытай. Себебі бұл шөпті Қытай медицинасында кеңінен қолданады. Бедеулік, простатит деген сияқты репродуктивті жүйенің ауруларын емдейді. Сондай-ақ ер адамдарға күш береді. Шығыс Азияда қауіпті ауру сифилисті емдегенде осы сұңғыланың тұнбасын ішкізген. Сұңғыла мықты антиоксидант, әйел адам мен ер адамның гормоналдық балансын сақтайды, иммунитеті көтереді. Қатерлі ісік ауруларын алдын алып, олардың қабынуына жол бермейді. Сұңғыланың әсері өмір эликсирі деп аталған жіншенен 5 есеге мықты. Осы сұңғыланың осыншама емдік қасиетін біле тұра, өзге елдер алып кетіп жатқанда біздің қарап тұрғанымыз дұрыс болмас. Осыны байқаған қазақ азаматшалары САТ компаниясы елімізден завод соғып, сұңғыланы өңдеп, қазақ халқына шай түрінде ұсынып отыр. Егер де ұзақ өмір сүргіңіз келсе, САТ компаниясының сұңғыла шайын ішуге кеңес беремін. Сұңғыла туралы, сұңғыла шайы туралы толық ақпарат білгіңіз келсе, маған тіркеле кетіңіз.